Әр жолы жаңадан қабылданған ұландардың жүзіне қараған сайын адам тағдырымен ойнаған қатыгез ойыншыдай сезінемін өзімді. Жасөспірім ұланға қарап тұрып, осыдан мықты жауынгер, қайсар азамат шығам екен деген ойға қалам. Көкірегімде күмәншіл әлдекім қолын сілтеп, лейтенант, әуре болмай бұдан гөр абыройлы басқа жұмыстау болсаңшы. Мына әлжуаз жалқаулардан ештеңе шықпайды дейді. Бірақ екінші біреу, ол кім? Иә, кезінде ұлан болған менің өзім ғой деп өршелене қарсы шығады. Бұл жігіттің болашағы зор, алдындағы қиындықтың бәрін жеңіп шығады дейді. Мен әрине оған сенем. Сондықтан шәкірттерінің жасқана басқан әрбір қадамына қолдау көрсетем. Мен оларды адал азамат боп, абыройлы өмір сүруге, қандай қиындық болса да жауынгерлік борышын бұлжытпай орындауға үйретем. Егер түптің түбінде осы үмітім ақталса, алға қойған мақсатым орындалды деп есептеймін. Сондықтан біз, жауынгерлер, алған бетімізден қайтпай, ақырына дейін барамыз. Кешіріңіздер. Ары қарай бармаймыз, автобус сынып қалды. Алғай осы. Дұрыс жүретін бір күні жоқ. Кешіріңіздер, сынып қалса қайтеміз? Қап-қарсын қараш. Жұмыстан кешігетін болдық. Сағат қанша болған айтып жіберіңізші. 5-ке 15 қалды. Келесі автобус қашан келуші еді? Енді ұзап кеткенді жарты сағатта, әйтпесе 20 минутта. Күте отыр, келесі автобусқа салып жіберем. Жоқ, сапқа тұруға кешіп қалам. Тезірек мектепке жетуім керек. Ой, өртенді! Өртеніп жатыр, көмектесіңдер! Өртендіргіш алсаңшы! Сұмдыға енді қайтып! Ал болам, Аллаға манат. Бар үміт еркін екеуіне жақсы оқып, адам болыңдар. Жарайды, мектебіне қалып қоярсың. Рахмет саған. Ақырын. Мойныңды жауып жүрсеңші, суық тиеді. Кәне, бетіңнен сүйейін, жырығың су. Ештеңеге алың болмаңыздар. Сәлем. Не, қойшының балдары да әскери болайын деген бе? Бар, қазір сапқа тұрамыз. Вице-сержант мырза, ұлан егісініп қысқы каникул демалысынан оралды. Республикалық жас ұлан мектебіндегі оқуын ары қарай жалғастыруға әзір. Еркін тұр, ұлан егісініп. Сәлем, дос. Сәлем, жеңіс. Қалайсың? Тамаша, демалыс қалай өтті? Үйде болдым. Жарайды, кеттік, кейін сөйлесерміз. Не бұл, көңілсізсің ғой? Я, сержант дәптерін үйде ұмытып кетіппін. Дина қарындасым әкеліп беру керек еді. Әлгі Бауыржан да келмей жатыр. Рота түзу тұр. Рота кезекшісі, бер шық. Аға лейтенант мырза, менің кезекшілік кезінде төтенше оқиға болған жоқ. 4-ші оқу ротасының кезекшісі вице-сержант Жолбарысов. Жеке құрама қысқы каникулдық демалыстан оралды. Тек бір ғана... Кім жоқ екен білем. Келген жоқ па? Келген жоқ. 15 минут үлгермесе бітті. Еркін тұр. Ақыры келмеді ме? Әлгі шикөк пе? Ол бала туралы не айтасыз? Жалпы оның мінезі тұйық. Осында оқыған 4 айдың ішінде ротада ешкіммен араласқан жоқ. Үндемегеннен үйде бөле шығады деген осы. Тұйық мінезді кісілерді түсіну қиын. Ішінде не біле жатқанын білмейсің. Оның үстіне жаңа келген болса, алғашқы каникулдан кейін көбі қайтып оралмайды. Ол жетім бала. Балалар үйінен келген.
Иә, қалай? Хабарласа алдың ба? Телефонды алмайды. Түсінікті. Бітті онда. Енді келмейді. Ой, өзі де былжырақ неме екен. Одан да енді оқымайым деп бірден айтып кетпей ме? Ол өз шаруасы. Одан да ұялы телефон тапсыр. Мектеп бойынша бұйрық солай. 8 минуттан соң сапқа тұрасың. Әлгі қыз. Ақыры сержант дәптерінде келмеді. Асығысың ғой. Қайда барасың? Мектепке жеткізіп салыңыз. Қандай мектеп? Жасұлан. Отыр. Демек келмеген тек Дулатов қой. Иә, ең бастысы тексеріп үлгерсе болды. Бұл оның бірінші каникулы ғой. Иә, ол мектепке осы күзде келген. Бірақ қалай болғанда да ол қазір сапқа тұруға келмесе, рота командиріне хабарлауға мәжбүрмін. Бұл дегеніңіз оқумен қош айтысу деген сөз. Біріншіден, сапқа тұруға әлі 7 минут бар. Екіншіден, қазір кеп қалар деп ойлаймын. Ақшаң жоқ екен, неге бірден айтпайсың? Ергіп жүрген бірі бар ғой дейсің бе? Ол мен қоймай машинамды бұлғадың. Кешірімді есіп шем бе? Рота, сапқа тұр! Киім үлгісі нөмір 4-ші! Сапқа тұр! Сапқа тұр! Каникулда қайда жоқ кеттің? Талай рет телефон соқты. Қызылордадағы нағашыма барғам. Каникул қалай жылдам өте шығады? Оның рас, әжемен Алматыға барайын деген ауырып қалды. Ештеңе бітірген жоқ. Несін айтасың? Ұйқым бір қанды ғой. 9-ға дейін тұрай ұйықтадым. Сен 9 дейсің, мен сәжір тұрғызады. Түзеліңдер! Қатар түзеңдер! Сөз доғарыңдар! Түзеліңдер! Тік тұр! Түзел! Взвод! Тік тұр! Ортаға қарап түзел! Майор мырза, бірінші оқу ротасы сапқа тұрды. Взвод командирінің орынбасары вице-кіші сержант Садықов. Саламатсыңдар ма, ұландар? Саламатсыздар, майор мырза! Кел, отыр. Үстің бас қой. Дұрыс айтасыз, одан да өзім ақпара берейін. Бос сөзді қайтесің, қане жылдам отыр. Тексеруге кешігіп қаласың. Болды, сапқа тұрғыза беріңіздер. Взвод, сапқа тұрғыз. Құп болады. Взвод, сапқа тұр. Әлгі бозөпке мектеп тастаған ба? Кім? Дулатов Бауыржан ше? Иә, көрінбейді ғой. Ондай шитікнеме мұнда шыдай алушы ме? Шама шарқы белгілі ғой. Сапқа тұр. Түзеліңдер. Тік тұр. Ортаға қарап түзел. Лейтенант мырза 4-ші ротаның 1-ші взводы бұйрығыңыз бойынша сапқа тұрды. Баяндаған вице-сержант Жолбарысов. Саламатсыздар ма, ұландар? Еркін тұр. Еркін тұр. Тізім бойынша соңғы рет тексеремін. Байтеміров. Мен. Халықов. Мен. Қасымов. Мен. Белгібаев. Мен. Бектеміров. Мен. Дулатов. Дулатов келген жоқ. Лейтенант мырза, ұлан Дулатов демалыстан келіп тұр. Дулатов үстіңде киімің неғып бұлғап жүрсің? Доғар сөзді. Тексеруге кешіктің. 2 минут кешігіп келдің. Доғарыңдар. Сен тәртіпті бұзып, белгіленген уақытта келген жоқсың. Взвод. Бұл сендердің жолдастарың. Ол үшін бәрің жауап бересіңдер. Демек бәрің жазаланасыңдар. Осы тұрған бәріңде. 1.35, 1.36 жылдам, 1.37, 1.38, 1.39. Демалыс кезінде әбден босаңсып кетіпсіңдер. 1.40, 1.41, 1.42, 1.43. Денелеріңді май басып кетті. 1.44 жылдам, 1.45, 1.46,
1.47, 1.48, Тағыдан 1.49, 1.50. Ден жылдап дейді. Қараңғыда төмпештеп алайық. Рұқсат бекен, лейтенант мырза. Кел. Лейтенант мырза, Ұлан Дулатов сіздің бұйрығыңыз бойынша келіп тұр. Бұл не істегенің, Дулатов? Мектепке алқам-салқам болып келгенің қалай? Кешігем бе деп асықтым. Олай емес, Ұлан. Бұлай болған себебі? Сен уақытты дұрыс есептеген жоқсың. Қыс мезгілінде. Саған кем дегенде 1 сағат уақыт керек. Солай ғой? Дәл солай. Демалыста қайда болдың? Үйімде. Балалар үйінде ме? Мен үшін ол өз үйім. Біздің Жасұлан мектебі де өз үйіңдей болып кететініне сенем. Мә, ыстық шай іші ғой. Рахмет, шай ішпеймін. Жарайды онда, бара ғой. Лейтенант мырза, вице-сержантпен сөйлесуге рұқсат етіңіз. Сөйлесе бер. Мынаны қарындасым беріп жіберді. Ой, Динка, үйде ұмытып кетіппін. Рахмет. Рұқсат етіңіз. Боссыңдар. Құп болады. Болады. Лейтенант мырза, менің кезекшілік кезімде ешқандай төтенше оқиға болған жоқ. 4-ші оқу ротасының кезекшісі Ұлан Игісінов. Игісінов? Дәл солай. Ұйықтадың ба, Игісінов? Ұйықтаған жоқпын. Ұйықтамадың ба? Жоқ. Мынау не? Жіп қой. Жібекенін көріп тұрмын, Игісінов. Қайдан жүр? Білмеймін, бір жерден жабысқан шығар. Бас киімің қайда? Сізде? Менде? Бұл өзі қызық екен, Игісінов. Сонда қалай? Мен жаңа ғана келдім. Екеуміз міне сөйлесіп тұрмыз. Бас киіміңді қашан алуым мүмкін? Ұйықтап жатқанда. Солай деймісің. Яғни ұйықтаған болдың ғой. Дәл солай. Жарайды, Игісінов. Олай болса әскери қызметті дұрыс меңгеру үшін күн сайын жаттығасың. Қайда? Кезекшінің орнында. Өнер тапқыштар. Еркін тұр, Игісінов. Пешті қаттырақ қосып қойыңызшы. Әйтпесе отанымыз болашақ офицерінен айырылып қалар. Сіз Жасұлан мектебін қайдан білесіз? Ағам сонда оқиды. Жеңіс Жолбарысов. Танисың ба? Иә, ол менің взвод командирім болады. Сен де 4-ші ротадансың ба? Жолың болғанын қарашы. Оның сержант дәптерін апара жатыр едім. Үйді ұмытып кетіпті. Жақсылығың болсын, бере салшы. Мен жолымнан қалмай кете берейін. Әрине, апарып беремін. Жоқ, керек жоқ. Конфет жемеймін. Әкеліп тастағаныңызға рахмет. Мә, ала ғой. Әскердегілердің бәрі тәттіні жақсы көреді. Әкем әскери болған. Болғаны қалай? Қаза тапты. Кешір. Оқасы жоқ. Кешіге еркесі біздер атламенен әжінен Ержетіп есейгесен үміт арқалап еліміздің командир сержант ұстаз Үйретуде төзімге Жасұлан оқуырдасы көндіретін тәртіпке Арқасында сарықаны бой көтерді Жасұлан Қазағымның даласы елорда мақтан тұтқан Алға қойған мақсат бір жанымыз бір бауырлар Бірлік туын желбіретіп бейбіт жолды ұстанар Елдің тыныштығын сақтау біздерге үлкен бақыт Ие болып құрметшінге халық ұлы атанып Жасұлан сарбаздары қайсар қайтпашас қыран Әскери білім ордасы Жасұлан Әскері аттанып біздер тәуелсіз қазақ елдің Отанға қорған боламыз жүрегі боп ұланың Бізде тәртіп осындай командир мен офицер Біздегі әрбір ұлан қатардағы жауынгер Борышымыз деп білеміз отанда қызмет ету Жаныңдағы жолдастарды сыйластық сезімге бөлу Қазақ елдің Жасұланы қас жүректі жауынгер Қиын сәтте жолдасына көмегін берер Полковник мырза, армия генерал Нұрмағаметов атындағы Жасұлан мектебінің жеке құрамы бұйрығыңыз бойынша сапқа тұрғызылды. Мектеп бастығының орынбасары подполковник Тлеубаев. Сәлематсыздар ма, мырзалар?
Еркін тұр. Еркін тұр. Оржан, қараш. Ана Шитік сен сияқты жаңадан келген. Сондай қорқақ, су жүрек. Сонда кімнен қорқады? Неге дүрілдейсің? Саған жай айтқаным ғой. Бәріміз бастан өткергенбіз. Алғашқы кезде қиын, үйреніп кетесің. Менің інім 5-ші сыныпта оқып жүр. Есіңде ме? Айтып едім ғой. Әлі ашық ауыз. Міне Еркін келе жатыр. Сәлеметсіз бе, Әсел Марат қызы? Сәлеметсің бе, Еркін? Еркін тұр. Кіре ғой. Өзің жап-жақсы суретші екенсің ғой, Еркін. Жай әншейін, сіз айтқан соң, қысқы демалыс кезінде салғаным ғой. Сырғанақ тепкен екенсің ғой. Иә, күні бойы ойнадым. Ана тұрған кім? Ол менің әжем. Ол да сырғанақ тепті ме? Жоқ, ол не дегеніңіз? Ыстық шай әкелді. Міне, термосы. Көріп тұрмын. Әке шешең қайда? Әне, алыстағы машинада отыр. Өте алыста екен. Неге оларды қоңыр бояумен салдың? Жай, солай салғын келді. Олар сырғанаққа барған жоқ. Ылғи жайлауда жүреді. Мына әскери киімдегі кім? Ағаң Дастан болар. Дәл солай. Қараш, Еркін, қандай жақсы қылып салғансың. Сурет салудан ешқашан қол үзуші болма. Ұқтың ба? Дәл солай. Мен кетейін. Қазір сабағымыз басталады. Мені суретші болады деп ойлайсыз ба? Әрине. Бара ғой. Альбомды тастап кет. Жарай ма? 6 жылдан соң мектепті бітіріп шығасың, сонда өзіңе берем. Рұқсат па? Бара ғой. Қалай жерім ауырады десем екен. Мына Шитіктің тыртаңдауын қара. Талабы дұрыс. Жігіт деген өзін өзі қорғай білу керек. Жеті зауал, жалғыз амал. Бұлайша айтқанда программист танкист емес. Кейде қателесуі мүмкін. Сафер бір ағырет қателеседі, мұғалім мырза. Иә, солай болар. Компьютерде жұмыс істеу үшін осы салада жетік білімің болуы керек. Сонда адам мен техниканың арасында сенімді байланыс пайда болады. Олар бір-бірін әу дегеннен ақ түсініп, тіл тапсады. Жансыз материяға жан бітіру адамға тән қасиет. Жеңіс, мына пеншек лағып кетті. Бұл айтылғандардың бәрі әлбетте асқақ сезім мен жоғары технологияға қатысты. Дос, мынаның тезірек жерге қайтармасақ айырылып қаламыз. Дұрыс. Мұғалім мырза, сұрақ қоюға бола ма? Сұраңыз, ұлан мырза. Алғашқы махаббатыңыз туралы айтып беріңізші. Сонда нені білгің келеді, екісіні? Алғашқы компьютеріңізді қашан көрдіңіз дегенім ғой. Бірінші взвод, тұрыңдар! Сабақ аяқталды. Қызым,
Жеңіске дәптерін апарып бердің бе? Үлгірдің бе? Иә, үлгердім. Кешігіп бара жатқан бір ұланмен жолықтым. Жеңістің ротасынан екен. Дәптерді содан беріп жібердім. Сондай қызық бала екен. Апарып бергенің жақсы болды. Ал ұланның сабаққа кешіккені өте ұят болған екен. Әскерде ең бастысы темірдей тәрді. Үлгеріп барды ғой? Үлгерді, үлгермеді. Ол сол уақытта әскери бөлімшеде болуға тиіс. Жарайды ке. Қызым, не оны қызық дейсің? Білмеймін. Маған солай көрінді. Жеңіспен екеуі дос болып кетер деп ойлаймын. Сондай жақсы жігіт. Сәлеметсің бе, балам? Сәлеметсіз, апай. Маған 5-ші сыныпта оқитын әлгі Жұматай Әділбек деген баланы шақырып бере аласың ба? Апай, олар қазір кешкі ас ішуге дайындалып жатыр. Ендеше тіптен жақсы болыпты. Мен де тамақ алып келдім. Дәл уақытында келген екем. Бәріңе де жетеді. Мәнтіні жақсы көресіңдер ме? Жақсы көреміз. Ендеше тезірек шақырып келе қойшы қарап. Полковник мырза. Еркін тұр. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлемет пе, балам? Мен мектеп бастығы болам. Өте жақсы. Мен де бұл жерге бөтен емеспін. Осында менің немерем Жұматай оқиды. Мен сіздің немереңізді білем. Тамаша бала. Осы 1-ші жартыжылдықта өзін тәрбиелі де, үлгілі бала ретінде көрсете білді. Сіз оны танисыз ба? Апай, өзіңіз де түсінесіз ғой. Мұнда тамаға келіп бекер әуре боласыз. Бізде балаларды өте жақсы тамақтандырады. О не дегеніңіз, оған ешқандай күмәнім жоқ. Әрине енді, әжесінің мәнісінен дәмді бірдеңе бар деп айта алмаймын. Бірақ өзіңіз ойлап көріңізші. Мектепке келушілер, ата-аналар немесе әжелер ұландарға тамаға келіп жүргеніңізді көрсе, не ойлап қалады? Әже? Сәлеметсіз бе, полковник мырза? Еркін тұр. Осы есіңізде болсын, апай. Рахмет сізге. Ой, құлындарым, кішкентай жарығым сол. Ой, қарақтарым, не қып тұрсыңдар, келіңдер. Сендер де, ой, айналайындар. Ал кәне жүріңдер, ана жаққа барайық. Құлындарым сол. Жеңдер, құлындарым, ас болсын. Ыстықтай жеп алыңдар. Мінеке, алыңдар. Жұматай, ал. Жей қойыңдар. Міне, дайын. Өте жақсы. Өзің ойнайсың. Басқа біреу ойнасын, Әсел Марат қыз. Сонда сен бұны кімге бермекшісің? Сізге кімді сүйреп әкелгісі кеп жүрген білем. Меніңше ақылға сыймайтын сандырақ. Өзің сандырақсың. Қане айта бер Дастан. Бір шейтікті қатарға қоссам дейді. Кәне, шитік-митік дегенді қойып дұрыстап сөйлеңдер. Кім ол? Жаңа келген бе? Саяқ жүретін ротада біреу бар. Былайша айтқанда, мектепте ешкімге қосылмай бөлек жүреді. Кісі киік. Білесіз бе, Әсел Марат қыз? Меніңше, бұл жер ондайлардың қол емес. Тіпті оның өзі де мұнда өзін өгей санайтын сияқты. Мұнда елдің көз алдындамыз. Сондықтан оны сахнаға алып шыққым келеді. Иә. Біздің 4-ші ротаға жаңадан келді. Өз сондай бұйығы. Әкесі түрмеде сияқты. Шешесі жоқ. Кішкентай кезінде қайтыс болыпты. Өзі де бір топас. Тұйық болмай қайтсын байқұс. Өмірден көрген соққысы аз болғандай. Сендер неше түрлі ат қойып мазақ қыласыңдар. Басқаша қалай атаймыз? Ең болмаса жымыс екен деп істемегеніміз жоқ. Ал оның тыржиған бет аузын көргенде қолыңды төбеңе қойып тұра қашқың келеді. Бұған қоса каникулдан кешіп келді. Үсті басы кір қожалақ. Сол үшін бүкіл рота азапқа түсті. Рас айтады Әсел Марат қызы. Бәлкім ол тамаша жігіт шығар, бірақ қауашаққа тығылған олу сияқты ішіндегісін білмейсің. Түсінікті. Бұл туралы бұрында әңгімелесіп едік қой. Арамызда тағдырдың тауқыметін көрген балалар аз ба? Мектебіміз сонысымен ерекшеленеді емес пе? Өйткені біз интернатпен балалар үйінің түлектерін міндетті түрде қабылдаймыз. Осы жерді өз үйінде көріп, үйреніп, дос табады.
Тек әлгі жолдасың ешқандай қыласы жоқ. Жақсы. Олай болса, ол жолдастарыңды құтқару керек. Аты кім? Өзінің әлденеге әуестігі, таланты бар ма? Оның аты Бауыржан, фамилиясы Дулатов. Міне қараңызшы. Жауынгерлік парақ шығаруға тиісет, оның орнына карикатура салды. Бәріңе ме? Жоқ, әрине. Бұған бола өкпелемей-ақ қой. Бұл деген жай достық шарыш қой. Бұлай болсын. Біз оны шақырайық, тек біраз еңбектенуге тура келеді. КВН-ға қатысқандардың суретін іліп қою керек. Жастардың құтыруын қараш. Бағанағы сойдақ бізге әжесі бір гастроль мәнтімен бір дорба кәмпит әкеп берген. Ол кемпір қасқын екен. Енді оның немересі бүгін ас ішпейді. Көрдің бе? Кәмпит лақтырып отырған. Еркінің досы Саршынақ қой. Қойып қойған Саршынақ. Қалай дедің? Саршынақтың өзі. Дәл айтасың. Алыңғысы қояндыкінде сой деп тұр. Қысқасы кеміргіштер тобы. Әділбек, Егесінов, Айтенов. Тамақтану тәртібін бұзғандарың үшін сендерге кешкі ас берілмейді. Отырыңдар. Не істедің? Бүгінгі карате сабағын өткенде айтқанымдай суда өткіземіз. Денемізді қыздырайық. 3, 2, Еркін тұр. Құп болады, олан Егесінов. Кетчуп пен майонез алуға ақша берші. Оны сендерге жеуге болмайды, денсаулыққа зиянды. Тамақ ішкен жоқпын. Білем, көрдім. Сене көрсетпей жалғыз жемексің бе? Біздің ұранымызды білесің ғой. Бірі бәрі үшін, бәрі бір үшін. Мен бәрімізге де аламын. Тек ақшаны көбірек берсең болды. Ме? Рахмет. Ақырын көтеріңдер, байқаңда оянып кетіп жүрмесін. Екіш. Бер қара, Чина. Қазір біз кеткен соң, ананың қасына барып, рота түрегел деп айғай сал. Жарай ма? Рота түрегел! Қашты, енді қайттық. Әкемізді алжап, жер шақылды. Бұл бір тағдыры қиын бала екен. Бауыржан Дулатов 94-ші жыл туылған. Анасы қайтыс болғаннан кейін, әкесі 8 жасында балалар үйіне келіп тапсырған. Әкесі қазір түрмеде отыр. Жазатайым кісі өлтірген. Бұл жердегі әңгіме оны басқалардың қорлауында болып отыр. Солай ғой, лейтенант мырза. Меніңше ол баламен тіл табыса алмай жүр. Майор мырза, шәкірттерімді білем ғой. Оған зәбір көрсету мүмкін емес. Жаңа келген бала. Яғни Бауыржан Дулатов ортаға кірігіп кете алмай, шеттеп қалған сияқты.
мінезі тұйық екенін бәрі біледі. Сондықтан олар қалай да бір амалын тауып өз жақтарына тартқысы келген. Әйтпесе ше? Кетуге мәжбүр етеді. Бұл үшін әуелі сіз жауап бересіз, лейтенант мырза. Әлде сіз ұландардың өздері үкім шығарған қалайсыз ба? Кереуетті дәлізге шығарған кім екенін ешқайсысы да мойындаған жоқ. Демек бәрінің МЖМ бір. Олардың ішкі есебі не? Сонымен не айтпақшы? Егер сен ортақ тіл таба алмасаң, онда өстік дәлізде түнейсің дейді. Ойын, қатыгез ой. Сонымен мәселе бұлай. Взвод командир ретінде не шара қолданбақсыз? Бауыржан, қане қайсымыз көп көтеріп екеміз? Есімде, бәрі есімде алғаш рет ашқан сәтім осы мектеп есігін. Бәрі маған жат көрінді, таныс емес жандардың. Бірақ мұнда шын достық пен бауырластық құдіретін аңғардым. Әскери өмір не екенін түсіндім. Әр минуты арпалысқан жаңа өмірдің бастамасы сияқты. Қуанымен жететіндей арманыма шуақты. Әрқашанда адал болам, отаным саған Қазақстан. Мақтан етем мен өзіңді, алтын үйем жасылын. Әскери киім, әскери өмір салтымыз. Жүрегімде менің қалдырды мәңгі жарқыныз. Рахмет ұстаз, рахмет барлық офицерлерге. Қолтығымнан демедіңдер мені қиын қыстау жерлерде. Рахмет достар, бәріңе де 7 жылда болдыңдар бірге туғандай. Өмірдің барлық мәні біз үшін достықта тұрғандай. Мен мақтанышпен кеудеге еріп айтуға асығам. Мен жауынгері 4-ші ротаның түлегі Жасұланның.